Жол патрульдік полициялар келді. Мынау 29 бірлік магазиннің үстінде тұрғандар жалба жасаған. Скорый пожарный келетін жолға тұрып алып кедергі жасаған, бірнеше рет айтылған. Сонда да ол өзінің несін уәдесін орындамай қоймайым деген қайтадан қойып, қайтадан да бір жетіп жатыр. Қайдан түсіріп жатырмыз, ГАИ қызметкерлерін шақырған. Осы ГАИ қызметкерлері мына офицерге хаттама толтырып бере ма, бермей ма, қазір көреміз. Бұл жерде адамды бірін сату емес, бұл жерде шындық деген сөз. Шындық керек. Кейбіреулер ойлайды, бірін көре алмаушылықтар, мынау қазақтар деп. Мәселе онда емес. Мына жерде жол ашық тұру керек. Оған ешқандай кедергі болмау керек. Машина тағы да басқа заттар қоюға болмайды. Кедергі деп. Оған бұл офицер түсінбеген. Өзінше ГАИ қызметкерлері шара қолдана ма, қолданбай ма білмейміз. Біздің қазақ айтады ғой. Ой, нең бәрі айтып, басқа бар. Абыдырық сен. Пожар болды. Біреудің баласы ауырып қалды, скорый шақырды. Қаяқтан кіреді? Сол себептен қалғым ойланыңдар дұрыстап. Бұны жамандап, мәселе штраф салдыру емес. Бұны мына жерге халық қойдырғысы келмейді. Сол себептен ГАИ қызметкерлерін шақыртқан. Мен бұл жерде посторонний әшейін түсіріп тұрмын. Қандай шара қолданатын мінекей киген экипаж. Өздерің білесіңдер, жамандайсыңдар ма, жақсылайсыңдар ма? Біздің қазақ жамандау жағы да жақсы ғой, дейсіңдер ғой.